Балаңыз қасық ұстай алмайтын болса, осы ойынды ойнатып көріңіз. Бізге керекті заттар коробка, парақ, скотч, ручка, қайшы және үйдегі кез келген крупа керек болады. Параққа кез келген жануардың басының суретін салатын боламыз. Егерде үйде түрлі түсті карандаштар болса, әртүрлі цветке бояп салса болады. Ол болмаған жағдайда кәдімгі ручкамен сала береміз. Мұндағы жануардың аузын үлкен етіп саламыз және қайшының көмегімен аузын кесіп алатын боламыз. Және мұндағы коробканы аюдың аузымен бірдей етіп кесіп шығамыз. Одан кейін екі жанын қозғалып кетпейтіндей етіп скотчтап шығамыз. Біздің ойынымыз дайын, енді балаға ұсынатын боламыз. Балаңыз басында шашып төгіп салу мүмкін, бірақ одан кейін үйреніп кететін болады. Дәл осы ойын арқылы балаңыз қасық ұстауды үйренеді.